Баршаңызға сәлем достар, Түс Шору каналына қош келдіңіздер. Ораза айт мейрамы берекелі болсын. Бүгінгі Түс Шоруымыз да осы ұлы мейрамға арналады. Каналымызға жазылып қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ал бастайық. Ибн Сириннің өзінің Түс Шору кітабында ораза айт мейрамын түсінде көру өте жақсы түс деген. Ол адамның жеңіске жететіндігін, басындағы барлық қайғы мұңнан айырылатындығын білдіреді деген. Сондай-ақ бұл түс сіздің тәубеңіздің қабыл болғандығын білдіреді. Егер түсіңізде ораза айт мейрамын тойлап жатқан болсаңыз, шығындарыңыздың қайтып келетіндігін білдіреді. Имам Набулусидің Түс Шоруы бойынша түсіңізде айт мейрамын көру сізге, бала-шағаңызға және жұмысыңызға береке келетіндігін білдіреді деген. Сондай-ақ имам Набулуси осы түс сіздің үлкен сауапқа ие болғандығыңызды білдіреді деген. Ауырып жүріп ораза айт мейрамын көрсеңіз, Алла тағаланың сіздің дертіңізге шипа беретіндігін білдіреді. Алла тағала баршамызға осындай түстерді көруді нәсіп етсін. Осы видеомыз ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.